Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде плов, және де огурцы, помидор. Ал кеттік, бастаймыз. Мен кофе ішкім келді. Біз бастаймыз. Сіздер де тамақ жеп отырсаңыздар, астарыңыз дәмді болсын. Мен көптен бері кофе жасамай кеттім. Оның бір себептерінің бірі ОБТ болды. Мен ОБТ-ға 14 мамыр мен 16 мамыр аралығы екеуінде кірдім. Неге олай кірдім деп ойлайсыздар? Мен екінші тіркеліп жатқан кезде айдан шатасып кеттім. Маусымда кіруім керек еді, бірақ мен мамыр деп қойдым. Сол себепті шатасып кеттім. Мен екеуінде бітірдім. Қазір біз мектепте экзамен тапсырып жатырық. Ертең бізде орыс тілден экзамен. Орыс тілінен тарихтан экзамен деймін. Соңғы кезде ауышып кеттік. Одан кейін 11-не орыс тілден. Мен негізі ОБТ-дан, бірінші попыткадан, гранттан 76 балл алдым, екіншісінен 66. Негізі таңдап отырған пәнім биология, химия. Мен мұғалімдікке биология пәні мұғалімі. Енді көріп жатармыз, түстім. Түспесе мен осы өзімнің қаламда. Негізі фармацевтиканы таңдаймын деп ойлағанмын, бірақ менің балым жетіспегендіктен мұғалімдікті таңдадым. Алматыға түсіп жатсам, мұғалім болам. Ал түспесем, өзіміздің қаламызда медицинский колледж бар, сол жерде фармацевтиканы оқимын. Ал Асфендияровта оқу өте балы өте жоғары. По-моему, 117 грантқа түсу. Мен алдағы видеомда 25 майда түсіргенмін. Оның өзін бірақ әрең телефоным несте памяті толып, әрең качествосы ужас болып шықты. Әдемі түсірем деп ойладым, бірақ болмады. Бірақ сонда да мен еңбегімді бағалап кетіңіздер. Өте дәмді болған. Өзім жасадым. Негізі повар болғым келеді. Кондитер. Мен бала күнінде актриса болғым келген. Оны бірақ қазір түсінесің, жұмысы қиын екен. Бірақ сонда да болғым келеді әзірде.
корейский дорамаларды көп көргендіктен маған это актриса болды. Төрті ғана кеше, бүгін 6-сы. Пентхаустың 3-ші сезоны басталды. Үнін көріп үлгердім. Кеше түнде көрдім, бесі. О боже. Күлдім. Тең жарты жерім күлдім. Вообще. Сосын также Нилса антифанатқа көріп жатырмын. Маған софтбокстағы озвучкасы ұнайды. Басқа озвучкаларға ұнамайды. Сол озвучканы күтіп жүрмін. Кеше ғана көрген кезде софтбокс аудармалықтағы. Сосын мен daha бір дорама бастадым. Бір жағынан Пентхаусты күтем дегенше. Кто-то школа 2015 мен оны вообще көрмеппін. Негізінде көрем деп жүріп, бұрында бастап, оны тастап кеткен том. И соны аяқтаймыз. Мен негізі бұрында шапизді ұнатпайтынмын. Ал қазір пловта өте күшті. Ыстықна. Қазір шамай ыстықтым. Мен негізі ыстық нәрселерді шамайым. Қатты ыстық болса, әсіресе чай, кофе дегендері. Кейбіреулер ішегіреді ыстықтай, ал мен ыстықтай емес. Шамалы орташа температурада. Мен сосын чайды вообще ішпеймін. Анда-санда болады, ішетін кез. Ал бірінші мен кофені жақсы көремін. Мен тойдым, конечно. Ондай тамақты мен тауыса алмаймын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, және де маған деген сұрақтарыңыз болса, комментарийге қалдырып кетіңіздер. Ал мен оны келесі видеода сұрақтарды оқып, сіздерге ответін қайтаратын боламын. Менде сұрақ болмаған соң, ондай қатты мен әңгіме айтқым келмейді. Сондықтан сұрақтарыңызға қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Всем пока.